Байрақнен бірлешкенлер Киевде милли байрақ күні мұнасибетінден халқара форум кечті. Анда байрақнен бірлешкенлер акциясында иштирак еткен халқара делегациялар иштирак етті. 9 ай девамында фаалер Қырым татар байрағыны 28 мемлекетке алып барған. Июньнің 24-інде байрақ Украинаға қайтып келді. Байрақнын икиясыны Киев шәһәр мемориятында ачылған сергіде көрмек мүмкін. Акция иштиракчылары кайда эткеніне көре, акцияның мақсады бутун дүнияға Қырым татарлар ве Қырымның шымдыки вазияты ақында айтып бермек. Эжнеби делегацияларының иштиракчылары саяси мобюслерінің бошатылмасы ве Қырымның азат етілмесі талабынен Украин ве эжнеби саясетчілерге мураджат еттілер. Для виконання поставлених завдань ми закликаємо Куйылған вазифелерінің бежірілмесі үшін Украинаның ве бутун дүнияның саясетчілеріне мураджат етіп, Қырымде оккупациясы анда инсан ақларының құрывы ве саяси мобюслерінің азат етілігі меселесінде да фаал олмаларына істейміз. Поки Європа і весь світ не виправиться, Авропа ве бутун дүния хаталарыны түзетмегенже, мемлекетлерде эсас кувет жемиет олacak. Сіз doğru yolunu seçtiniz. Украина ве Қырым татарлар күрешіні девам ете. Украина сербест олмақ керек.